Мен бірінші рет осындай қазақ тілінде сұхбат беріп жатырмын. Көбісі журналистер мені сынға алып, қазақ тілін білмейтін адам, қазақша сөйлемейтін адам, намыстанып оқыдым. Өзім қуанамын. Балаларым қазақ мектебінде оқып жатыр. Утиль алым мәселесі бар. Сіздің репутацияңызға кері әсерін тигізді деп ойламайсыз ба? Өзіңіз білесіз, кейбіреулер осы белсенді адам, утиль алымға қарсы шыққан адамдар Қазақстанда өмір сүрмейді. Сіз Ресейде туып, Европада қызмет атқардыңыз, және сіз осы келе салып, Қазақстанның саяси элитасының қатарына топ етіп қосылып кеттіңіз. Осындай даже сөздерді пайдалана алмаймын, мысалы, патриотизм, оның қажеті жоқ, айтуға. Басқа елдерге әрине көшуге болады, осы жерге өмір сүруге болады. Сонда мен Лондоннан Алматыға сұрадым. Басшылыққа келдім, сұрадым, жіберіңіз мені. Мен ресми түрде бүкіл басқа елдердің азаматтықтарынан шықтым. Адамдардың қазасы және өнеркәсіп саясатының дағдарысы сізге қандай да бір жауапкершілік жүктеді ме? Қандай көңіл күйде болдыңыз? Әрине, ол өте қиын болды. Осы келісімсөздерді жүргізу үшін мен өзім 92 сағат ұшақта болдым. Мен қазіргі таңда уже 6 өңір аралап шықтым елімізді. Ең үнемі қоятын сұрақ салық кодексі емес. Кәсіпкерлердің мүддесін қорғап шығамын деп уәде бересіз ғой. Кейбіреулер әрине орын алады, кейбіреулер орын алмайды. Қазіргі таңда Атамекеннің басты мақсаты нақты кәсіпкерлермен сөйлесу. Белсенділер бар, оларға социальный сети бар, YouTube бар, сөйлей берсін. Маған мына кәсіпкерлердің мәселе шешу үшін амал табу кішкене оңайырақ. Сіз өзіңізді адал адаммын деп ойлайсыз ба? Оны айта алмаймын. Ассалаумағалейкум, Адал адам YouTube арнасының көрермені. Мен журналист Дәурен Сейтжанұлы. Кезекті сұхбатымызға құлақ тұрыңыз, арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Бұл біз үшін өте үлкен қолдау. Бүгінгі қонағымыз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқа төрағасы Қанат Бейсенбайұлы Шарлапаев. Қош келдіңіз. Қанат мырза, байқаймын, сіз журналистердің сұрағынан қашпайсыз, кез келген сауалына жауап беріп жатасыз. Бүгінгі сұхбатта да шынайы ашық боласыз деп ойлаймын. Сіз тараптан мына сұрақ дұрыс емес еді, мынау бізге жақпайтын еді деген өтініш болмайды деп үміттенемін. Әрине. Біріншіден, қайырлы күн, баршаңызға қасиетті Рамадан қабыл болсын. Қазіргі таңда осындай сұхбат маған да үлкен сынақ. Шын айтқанда мен бірінші рет осындай қазақ тілінде сұхбат беріп жатырмын. Әрине, қай сұрақ қойсаңыз, оған жауап беруге тырысамыз. Өнеркәсіп және құрылыс министрі болып келгеніңізде сіздің қазақшаңыз қандай болғанын біз жақсы білеміз. Турасын айтайық, өте нашар еді. Талай министрді білеміз, сөзінен тайқып кеткен, қазақ тілін үйренемін деп. Бірақ сіз уәдеңізде тұрдыңыз, қазір байқап отырмыз, қазақшаңыз әжептәуір жақсарып қалған. Қалай үйрендіңіз? Қиын болған жоқ па? Ең алдымен мына осындай менің қазақ тіліме баға беруіңіз үшін көп рахмет. Әрине, тағы жұмысым бар, оны да тағы жалғастыру керек, тағы жақсарту керек. Бірақ негізі мақсаты әрине қазіргі таңда аудиториямыз өзгерді. Қазіргі таңда кәсіпкерлер, мемлекет қызметшілер көбісі тек қана қазақша сөйлейтін адамдар. Сол өзімнің ойым, пікірім жеткізу үшін әрине қазақша сөйлеуіміз керек. Ол біріншіден. Сонымен басты мақсаты осы. Қалай үйреніп алдым? Тіл үйрену үшін шын айтқанда екі нәрсе керек. Ұмтылу керек, одан кейін уақыт керек. Сол уақыт өтпеген соң қазіргі таңда кішкене нәтижесі көріп тұрмыз ғой. Ол біріншіден. Екіншіден, шын айтқанда көбісі журналистер мені сынға алып, қазақ тілін білмейтін адам, қазақша сөйлемейтін адам, намыстанып оқыдым. Репетитор керек, уақыт керек, одан кейін қазақ тілінде сөйлеуге тырысу керек. Соны егер осындай үш нәрсе болады, әрине тіл үйренуге оңай деп айтпаймын, бірақ
мүмкіндігі бар. Одан кейін тағы бір нәрсе бар. Мысалы, сіз менің әріптестерім туралы айтып өттіңіз. Негізі тілге бейім адамдар бар, тілге бейім емес адамдар бар. Оны да мойындау керек. Кімге оңай, кімге қиын, ол бәрі шын айтқанда адамға байланысты. Сонымен мен негізі тілге бейім адаммын. Себебі ағылшынша еркін сөйлеймін. Қазір қазақ тілінде үйреніп жатырмын. Қазір бизнес ортада қазақ аудиторияға бейімделіп жатыр ғой. Қазақ тіліне қырын қараған бизнес нысандарына халық бойкот жариялап, сондай оқиғалар көбейіп кетті соңғы кездері. Әрине, негізі мен мына өзім пікірім, тіл негізінде ешкімге дискриминация жасамауға болмайды. Егер де орысша сұраса, қай тілмен сұраса, осы тілмен жауап беру керек. Бірақ әрине қазіргі таңда мына қазақ тілде сөйлейтін адамдар саны қатты көбейіп кетті. Әрине оларға қазақ тіліне қызмет алу мейрамханадан да басқа қандай кәсіпорын болса, қандай бизнес болса, әрине қазақша ыңғайлы. Осы ыңғайлы үшін әрине кәсіпкерлерге, бизнеске жұмысты қазақ тілінде жасау керек. Бұрын орыс тілді, ағылшын тілді азамат ретінде сіз осыны сезініп отырсыз ғой. Қазақ тіліне деген сұраныстың өте жоғары екен. Өте жоғары. Қазіргі таңда уақыт өзгертті. Онан кейін демография жағынан қазіргі таңда мысалы бір мектепті қарасаңыз, бірінші сыныпта 90% қазақ тілінде сабақ алады, қазақ тілінде үйренеді. Сонымен ол да осындай өзгерту тоқтатпайды. Әрине қазақша сөйлеу керек. Бизнеске де, билікке, басшылыққа, үкіметке ол негізі демографияның және уақыттың талабы. Утиль алым мәселесі бар ғой. Сіздің репутацияңызға кері әсерін тигізді деп ойламайсыз ба? Мысалы, қазір Шарлапаев десе, әлеуметтік желіде утилизбор деген ұғымда қатар айтатын болғанда, сіз оны көріп біліп отырсыз ба? Әрине, бірақ утиль алым ол тек қана менің шешім емес қой. Ол бүкіл осындай мемлекеттік шешімі болды. Негізі қазіргі таңда уақыт өтті. Өзіңіз қарап тұрсыз. Әлемнің ең ірі экономика ақш. Осы ең ірі экономика қазіргі таңда не істейді? Өзінің кәсіпорындарды, өңдеу өнеркәсібін қорғау үшін тарифтер көтеріп жатыр. Утиль алым, егер де басқаша айтқанда, ол негізі тариф. Ол өзімнің еліміздің өңдеу өнеркәсібін қорғайтын кедергі. Қазіргі таңда бүкіл ірі экономикалар, мысалы ақш, басқалар осындай тарифтер қояды, көтереді, өзінің өңдеу өнеркәсібін қорғау үшін. Бізді мал экономикада айтуға болады, кіші экономика емеспіз, орта экономикамыз. Бірақ бізге де өзінің өңдеу өнеркәсібін әрине қорғауымыз керек. Егер де осындай ірі елдер оны істейді, бізге амал жоқ. Әлемнің бәсекелестік сондай. Өзіңіз көріп тұрсыз. Европадан бастап, Америкада, Қытай бәрі өзінің өңдеу өнеркәсібін қорғайды. Басқа елдердің тауарға, қызметке кедергі қояды. Ол не себеппен? Себебі олардың өзінің еліміздің мүддесін, халықтың қамын ойлайды. Біз қазіргі таңда оны бәрі түсінеді. Себебі Америка оны да бастады. Әрине сол кезде ол кім білді қалай болады. Бірақ мен өзім қатты сенемін. Өзімнің еліміздің кәсіпкерлерді, өнім өндірушілерді әрине қорғауымыз керек. Сол утиль алымның мәселесі тек қана ол жеке көлікке байланысы жоқ. Ол негізі өзімнің экономика қорғау үшін қойылған кедергі басқа елдің өндірушілерге. Ол біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, кейбіреулер осы белсенді адам, утиль алымға қарсы шыққан адамдар Қазақстанда өмір сүрмейді. Басқа елдерде тұрады. Біз осындамыз.
сон шын айтқанда әр нәрсенің да ең жақсы таразы уақыт. Уақыт бәрі көрсетеді. Қазір оның нәтижесі көріп тұрмыз. Елімізде қаншама мына көлік өндірілетін заводтар бар. Олар бәрі іске қосылды. Қостанай, Алматы бәрі жұмыс істейді. Осы жерде біздің еліміздің қарапайым жігіттер жұмыс істейді. Сонымен кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны тек қана уақыт көрсетеді. Өтел алымға байланысты шешіміңізге өкінбейсіз? Өкінбеймін, себебі қазіргі таңда басқа елдер оны жасайды. Одан кейін мына осы шешімнің нәтижесінде қазіргі таңда өзімнің еліміздің өңдеу өнеркәсібі дамытып жатыр. Өзіңіз қандай көлік тізгіндеп жүрсіз? Өзіміздікі ма, әлде шетелдік ма? Жоқ, өзіміздікі, еліміздің, әрине. Қандай, білуге бола ма? Жоқ, мен шын айтқанда мен өзім жеке көлігім жоқ. Себебі мен тек қана жұмыс бабымен, қайда барсам жұмыс бабымен барам. Басқа уақытым өте аз. Өзіңіз көріп тұрсыз, мына сұхбатты қазіргі таңда жексенбі күнде жасаймыз ғой. Ол уақытым тығызына байланысты, ең бастысы. Бірақ қызметтің көлігім бар. Осы көлік әрине Қазақстанда өндірілген. Сіз Ресейде туып, Европада қызмет атқардыңыз. Жай қызмет емес, ауыз толтырып айтарлықта жоғары лауазымдарда болдыңыз. Осы Қазақстанға келуіңізге не себеп болды, не түрткі болды? Және сіз осы келе салып, Қазақстанның саяси элитасының қатарына топ етіп қосылып кеттіңіз. Бәйтеректі басқардыңыз, министр болдыңыз, көмекші болдыңыз. Енді осы атамекенге келіп отырсыз. Ол шын айтқанда, мына Бәйтерекке келгенім, ол мен Қазақстанға екінші келгенім. Мен негізі осындай даже сөздерді пайдалана алмаймын. Мысалы, патриотизм, оның қажеті жоқ айтуға. Оны іспен, істеген жұмыспен дәлелдеу керек. Не үшін келіп тұрмыз? Себебі маған Қазақстан өзі ұнайды. Мен өзі жақсы сезіммен сезіп тұрмын елімізде. Сол ең бастысы осы. Бірінші рет мен 2015 ма 14 жыл Қазақстанға келдім. 2 жыл осы жерде тұрдым. Одан кейін мансабым өсіп кетті. Басқа елдерге кетуге тура келді. Бірақ одан кейін мүмкіндік болса, әрине маған да, отбасыма да осы жерде өте ыңғайлы жеке өзімнің сезімім бар. Мен Қазақстанда өзімді жақсы сезіп тұрмын. Басқа елдерге әрине көшуге болады, осы жерге өмір сүруге болады. Бірақ мен өзім жеке таңдауым. Өзіңіздің тарихи атамекеніңізге келуді армандадыңыз ғой? Әрине, болады, әрине. Мен Қазақстанда Лондоннан Алматыға сұрандым. Басшылыққа келдім, сұрадым. Жіберіңіз мені. Жіберді. Мен 2 жыл Алматыда тұрдым. Одан кейін басқа компанияның атынан ұсыныс келді, үлкен жұмыс. Өзімнің мансабы тоқтатпау үшін елімізден кетуге тура келді. Бірақ қазіргі таңда мен мысалы өзім қуанамын. Балаларым қазақ мектебінде оқып жатыр. Қазақ сыныбында? Да, қазақ тілінде үйреніп жатыр. Оды мен ойлаймын, өзімнің балалардың тағдырына әсер ететін істегенім осы. Тіл үйреніп, халыққа жақын болу. Өте жақсы. Мен пікірімше. Қазақстанға келу кезінде сізге ұсынысты кім жасады? Бастама өзіңізден болды ма? Өзі Қазақстаннан келді ма? Негізі қазіргі таңда өзіңіз бірінші рет естідіңіз ғой. Үкімет және басқа, мысалы, квазимемлекеттік ұйымдары және негізі Қазақстанның кәсіпкерлері шетелге жүрген, ата қашқан қазақтарды шақырады ғой. Мен осыдан біреумін. Сол шақырғанның себебі осы, көбісі қарайды, білет, кім қайда қай жұмыс істеген. Егерде жоғары деңгейінде ірі компанияларда нәтижелі жұмыс істеген адамдарда әрине үкімет және
бизнес елімізге тартуға тырысады. Сол осы себеппен келдім. Сіздің Ресей мен Ұлыбританияның азаматтығында болғаныңызда көп қызу талқыланды ғой. Әрине талқыланды, иә. Сынның астында қалдыңыз. Бұл сұраққа сіз нүкте қойдыңыз ба, жалпы? Әрине, ең соңында кейбіреулер блогерлер мына Ұлыбритания азаматтық туралы сұрақ қойды. Мен ресми түрде бүкіл басқа елдердің азаматтықтарынан шықтым. Олардың дәлелдейтін құжаттары бар. Оны егерде қаласаңыз, мына Фейсбукта бәр жерде мен өзім жібердім, айттым. Жарайды жігіттер. Мені сынға алуға әрине оңай, бірақ менде өзімнің жауап беруге құқығым бар. Айтарым осы, мінекей құжат, қараңыздар, ресми түрде шыққан. Енді Қазақстанда менталитет басқа, жүйе басқа. Сіз қаншама уақыт сыртта жүрдіңіз. Үйренісу жағы қалай болды? Бір қиындықтар болды ма? Шын айтқанда, отбасыңызда қандай қиындықтар болды мына адаптация мәселесінде? Ешқандай адаптация болмады. Біз Қазақстанда, мен шетелде де тұрғанда да, мысалы мен Қазақстанда жылда 5 рет келіп тұрамын. Кезінде. Жылда 5 рет тұратын болдым. Неге? Келіп тұратын болдым Қазақстанға. Үнемі келеміз. Одан кейін, шын айтқанда, мына жұмыста да көп айырмашылық жоқ. Мысалы, еліміздің ірі компаниялардың, әрине, ірі компаниялардың, шетелдің ірі компаниялардың стандартына жұмыс істейді ғой. Сонымен осы жағынан кейін болмады. Негізі, тілге байланысты әрине ол кішкене қиын болды басында. Қазір өзіңіз көріп тұрсыз, қиын емес. Одан кейін ең басты, менің пікірімше, Қазақстан халқымыз, өзіміз өте дарынды халық. Мен көп еліміздің кәсіпкерлермен қазір немесе квазимемлекеттік қызметкерлердің көп жұмыс істедік қой бірге. Олардың қолынан келеді. Әрине жұмыс істеуге дайын, әрине тәжірибесі бар. Сонымен маған шын айтқанда оңай болды. Қазақстанға келгенде. Себебі мен қатты сенемін, көбісі осы Қазақстанның азаматтары білім алған, ғылымы бар, шетелде оқыған, тәжірибесі мол, и олардың қолынан келеді жұмыс істеуге, негізі. Отбасыңыз ше, тез үйренді ма? Әрине. Отбасың туралы мен жеке сұраққа кішкене жауап беруге қысыламын өзім. Негізі отбасым Қазақстанда, осы жерде әйелім қазақ, осы жерде туып өскен. Сонымен оларға ешқандай қиындық болмады. Жақсы. Енді сіз әлемге әйгілі City Invest банкінде жоғарғы лауазымда жұмыс істедіңіз ғой. Сырттай қарасақ, енді бұл үлкен бір лауазым болып есептеледі. Сол жақта үйренген, білген, көрген тәжірибеңізді Қазақстанда енгізе алдыңыз ба? Енгізіп жатсыз ба? Әрине. Қатты көмектесті. Басына, мысалы, бәйтерек негізі сыртынан қарасаңыз, ол қаржы ұйым. Қаржы ұйым болғандықтан, менің мына осындай шетелде ірі компаниядан тәжірибе әрине пайдалануға болады. Ол біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда ол ағылшынша айтқанда нетворк бар. Мысалы, кез келген елде кезіндегі әріптесім бар, бұрынғыдан әріптесім қалды. Соны олармен сөйлесуге болады. Ең бастысы, үлкен компанияның артықшылығы неде? Үрдіс. Бәрі автоматтырылған, нақты үрдіс бар. Қандай жұмыс жасауға? Оны егерде елімізге тартса, әрине нәтижесі тез көреміз. Сондай мысалдары бәйтеректе де бар, министрлігінде де бар. Одан кейін ағылшынша еркін сөйлеймін. Ол да көмектесті.
шетелдік инвесторлармен сөйлесу үшін әрине тіл керек. Одан кейін мен ең бастысы не жақсы түсінемін. Қалай олар шешім қабылдайды. Көбісі бізде мына өзімнің Қазақстан жүйесі жақсы білетін адамдар, оны өкінішке қарай жақсы түсінбейді. Ірі компанияның инвестицияның өзінің жасайтын үрдісі бар. Қалай олар шешім қабылдайды. Мен оны жақсы білемін. И сонымен мына Қызылорда облысында болдыңыз ғой. Өзіңіз Қызылорданың тумасы. Осы жерде қазіргі таңда Испаниядан келген ірі компания жаңа завод салып жатыр. Заводтың аты Рока. Елімізде бұрын соңды болмаған Сан-Фаян сөндіретін. Испанияның ең ірі компаниясы осы салада айналысатын жұмыспен. Қазіргі таңда келісімшартқа қол қойды, Қызылорда жұмыс бастауға жатыр. Оларды тарту үшін келісімсөздері біз акиматпен бірлесіп, Нұрбек Машбекович қатты көмектесті. Одан кейін біздің қазақ инвестор бәрі айналысты осы жұмыспен. Мен де қатыстым. И осы жұмысты іске қосу үшін бір жарым жыл келісімсөздер жүргіздік. Оңай емес. Бірақ нәтижесі бар. Қазір елімізге Қызылорда өңірдің бірнеше мына экономиканы әріптандыру үшін әрине бізге осындай инвесторлар керек. Соны осындай инвесторды тарту үшін олардың ішкі өзімнің қалай шешім қабылдайтынын түсіну керек. Егерде біз оны түсінбесек, қалай оларды елімізге тартамыз? Министр болып тұрған кезде өнеркәсіп шахталарда, заводтарда көп қайғылы оқиғалар болды. ArcelorMittal сияқты алпауыт компанияларының басшылығын ауыстыру, қожайындарын ауыстыру да сол кезеңде болды. Енді адамдардың қазасы және өнеркәсіп саясатының дағдарысы сізге қандай да бір жауапкершілік жүктеді ме? Қандай көңіл күйде болдыңыз? Әрине, ол өте қиын болды. Қайғы ақиға, шын айтқанда. Мына бүкіл осы апаттарды мен көбісі мемлекеттің басшылары, үкіметтің басшылары осы жерде болды ғой сол кезде. Ең бастысы осы мемлекет басшысының тапсырмасымен осы мына Карметтің иелерімен мемлекет басшысының тапсырмасымен бүкіл инвестор қарым-қатынас ынтымақтастықты тоқтату керек болды. Оны тоқтату үшін елімізден әрі инвестор шығару үшін оны оңай жұмыс емес. Оны түсіну керек. Себебі мысалы, егерде олар өзін еркіндігімен кетпесе, одан кейін бізді сотқа тартуға мүмкіндігі бар. Бүкіл еліміздің инвестициялық климатқа жаман әсер ететін нәрсе ғой. Соны осы келісімсөздерді жүргізу үшін мен өзім 92 сағат ұшақта болдым. Әуежайге баратын, келетін жолы санамаймыз. Тек қана мына ұшақтың ішінде уақытым 92, 3 айдың ішінде. Ол апта сайын 2 перелет. Ол да, бірақ осы жерде мынаны негізі мен осындай ойлаймын. Мотивация адам қай жерден алады? Шын айтқанда, егерде осы инвесторлар өзін жалғастыра, осындай апаттар жалғастырады. Одан кейін инвестиция көлемі төмендетеді. Инвестиция көлемі төмендетсе, осы кәсіпорынның болашағы қандай болады, кім біледі? Оны бәрі өзгерту керек. И маған не мотивация берген сол кезде? Ол шын айтқанда көп адам осы факт білмейді. Карметтің бірінші темір құйылған Димаш Ахметович Қонаев. 31 желтоқсан 1944 жылда. Осы кісінің бастағаны менің қолымда аяқтамайды. Жалғастырамын, болмайды. Қалай тоқтатамыз? Қазіргі таңда осы кәсіпорында 30 мың адам жұмыс істейді. Инвестиция салынып жатыр, өзіңіз көріп тұрсыз. Жаңалықтарда бар. Жаңа инвесторлар инвестиция жасап жатыр.
оны әрине да бізге үлкен маңыздылығы бар. Да? Себебі біз, ол менің жұмысым емес, ол Димаш Ахметовичтің бастаған жұмысты қазір жалғастырып жатырмыз. Преемственность деген осы. Бәрекелді. Енді қазіргі ең өзекті мәселенің бірі салық кодексі ғой. Кәсіпкерлердің көбісі наразы болды, әлі де көңілі толмайды. Бизнестерін жауып жатқандар бар дегенді естіп жатырмыз. Тіпті өзінің бизнесін Қырғызстанға, Өзбекстанға тіркеп, салықты сол жаққа төлеп жатыр, бастады дегенде әңгіме шықты. Енді бұл жағдай мына осы ұлттық палатаның кәсіпкерлердің позициясын, талап тілектерін үкіметке, парламентке өз деңгейінде жеткізе алмады дегенді көрсете ме? Мен шын айтқанда осындай мына әңгімелермен келіспеймін. Біріншіден, қазіргі таңда оны тіке айтайыншы. Болғаны болды, жаңа салық кодекс қабылданды. Да? Оны қазіргі таңда жаңадан осы жұмысты басталмаймыз, болмайды. Себебі кодекс енгізді, да, күшке енгізеді, болды. Қазіргі таңда ең басты сұрақ, ол негізі орысша айтқанда администрирование. Қалай жаңа кодекс кәсіпкермен бірге жұмыс істейді. Да? Ол ең басты мәселе қазір осы. Осы жағынан әрине біз көмектесіп жатырмыз. Кәсіпкерлерді жаңа кодекске бейімдеп, Әрине. Бейімдеу деген бұл жерде мына жаңа ережелер кәсіпкерлікке түсінікті болу керек, біріншіден. Одан кейін цифрлық құралдары кәсіпкерлерге қолайлы болу керек. Осы жұмыста осы күнге дейін жалғастырып жатырмыз, оны да жалғастырамыз. Әрине, салықтың өсуі, да, әрине көп адам оған қарсы шығады. Бірақ оны да түсіну керек. Біз әлеуметтік мемлекетіміз. Салықтың өсуі неге байланысты? Себебі бізге дәрігерлердің, ұстаздардың жалақысы төлеу керек. Бүкіл қазіргі таңда өзіңіз қараңыз, осы әңгімені жалғастырамыз. Мысал, Қызылордада басқа өңір, мен қазіргі таңда уже 6 өңір аралап шықтым елімізді. Ең үнемі қоятын сұрақ салық кодекс емес. Қандай сұрақ? Инфрақұрылым. Инфрақұрылым жеткілікті емес. Инфрақұрылым дегенде газ, электрқуат, жол. Осы инфрақұрылымның тапшылығы тек шешуге тек ғана бір жол бар. Мемлекеттің қаражатпен оны тұрғызу, салу. Оған қайдан аша аламыз? Сонымен бір жағынан әрине салықтың өсуі, да, көп адамға ұнатпайды, түсінеміз. Бірақ өзімнің елімізге инфрақұрылым жасау үшін қаражатты қайдан алуға болады? Осы мақсатпен әрине тағы жұмыс жалғастырамыз. Но ол ең бастысы қазір жаңа кодекстің администрирование, қолайлы болу, әрине бизнестің және үкіметтің мемлекеттің арасында даулар болады. Да? Мұнан салық қалай төлейміз, осы салықты қалай төлейміз. Оған бәрі методологиямыз дайындау керек. Ол бәрі, осы жұмыс бәрі жүргізуде. Ең бастысы қазіргі таңда жаңа кодекстің администрирование, бизнеске қолайлы жасау. Ол ең бастысы осы. Оны сіздер жасап жатсыздар? Әрине. Жұмыс жүргізуде, оны ең басты дәлелі осы мәселелерді, да, ол тек қана менің жеке әңгімелерім емес қой, үкіметпен. Премьер-министр, вице-премьерлер осы жерге келіп, Атамекен ауданында үлкен отырыс өткізді. Ең бастысы мына салық кодексінің мәселелері талқылау үшін.
Осы мәселе әрине жоғары деңгейден қарастырып жатырмыз. Сауық сондай нәрсе, ол әрине бәр халық, шын айтқанда мәз болмайды да. Бүкіл кәсіпкерлер мәз болмайды. Бірақ ең бастысы әрине бюджеттік, экономикалық тұрақтылығымен қамтамасыз ету. Ал Қырғызстанға, Өзбекстанға тіркеп жатыр деген бизнестерін өзіңіз біліп отырсыз ба? Шын айтқанда естілмедім. Мен аутоөнерді аралап шықтым өзім. Кейбіреулері Қырғызстан, Өзбекстан жақын. Біз оңтүстік Қазақстаннан бастадық, Түркістан, Шымкент, одан кейін Таразда болдық. Осындай сұрақтар, мен әрине үлкен кездесулер болады кәсіпкерлікпен. Одан кейін біз бірнеше осы өңірдің ірі және шағын кәсіпкерлер шақырамыз, ашық түрде сөйлесеміз. Осы жерде камера жоқ, журналистер жоқ, тіке нақты әңгіме. Осындай сұрақ көтермеді. Бұндай жоқ. Бұндай жоқ. Егерде осындай факторлар болса, әрине біз оны жеткіземіз үкіметке. Бұған дейін осы Атамекен ұлттық палатаны Forbes тізімінде бар енген ірі кәсіпкерлер басқарды. Тимур Құлыбаев, Райымбек Баталов сынды азаматтар. Енді сіз кәсіпкер емессіз, сіз мемлекеттік қызметкерсіз, банк саласының менеджерсіз. Бизнес қауымдастық сізге сенеді деп ойлайсыз ба? Осы сұраққа әрине жауап беретін тек уақыт. Оны келешекте қалай болады, кім біледі. Бірақ ең бастысы, Атамекеннің өзінің мақсаты, ол бизнестің мүддесін қорғау. Бизнестің алаңдайтын мәселелерді үкіметке жеткізу. Осы жұмысты кімге оңай жасауға, үлкен кәсіпкерлерге, немесе мемлекеттік қызметкерлерге, ол менің пікірімше, менің ең басты айырмашылығы, мен қалай үкімет ойлайды, қалай жұмыс істейді, ішінен жақсы білемін. Сонымен маған кәсіпкерлердің мәселе шешу үшін амал табу кішкене оңайырақ. Себебі бүкіл жүйені ішінен білемін. Ол біріншіден. Одан кейін мен түсінемін, әр жұмысты ол тек осындай әңгімелесіп, сөйлесіп шешілмейміз. Осы жерде жүйелі түрде қадам-қадаммен жұмыс жасау керек. Ол біріншіден. Екіншіден, өзімнің Атамекеннің жұмысы, экспертиза айтуға болады, одан кейін сараптамасы да айтуға болады, оны күшейтуіміз керек. Қазіргі таңда, мысалы, егерде біздің тарапымыздан бизнеске қолайлы ұсыныс болса, осы ұсынысты дәлелдеу керек. Экономикалық анализ керек, талдау жасауымыз керек. Одан кейін қай заңға, қай ережелерге нақты қандай өзгерістер енгізуіміз керек. Оны айту керек. Себебі жалпы әңгіме болмайды осы жерде. Оны нақтылап жасау керек. Осы нақтылап жасаған жұмысының әрине нәтижесі менің пікірімше келешекте болады. Үшінші, осы жерде тағы бір нәрсе, кәсіпкерлер негізі еліміздің кәсіпкерлері. Оларға инвестиция салу үшін қазіргі таңда оңай емес. Өзімнің қаражатын алып, үлкен тәуекелге бару үшін әрине мемлекет жағынан, үкімет жағынан қолайлы жағдай жасауымыз керек. Ол негізі қазір көбісі оны айтады, ауыр сөздер, инвестиционный климат айтады. Бірақ ол негізі қолайлы жағдай бизнеске. Біздікі Атамекеннің қазір үшінші бағыт. Мысалы, көбісі айтады, шетелдік инвесторлармен қарым-қатынас арттыру үшін бізде премьер-министрдің деңгейінде, президент деңгейінде алаңдар аз емес. Шетелдік инвесторлардың кеңесі бар, басқа нақты комитет по инвестициям бар, одан кейін Қазақ инвест бар. Ол көбісі
шетелдік инвесторге бағытталған бағдарлама бар. Ішкі инвестормен сөйлесу үшін менің пікірімше Атамекен ең жақсы ауан Атамекен. Біз бизнесті жақсы түсінеміз, үкіметпен қазіргі таңда қарым-қатынас өте жоғары деңгейінде. Әрине көмектесуге дайынбыз. Көмек ол түсіндіруге де болады. Мысалы қазіргі таңда өнерлік кәсіпкерлердің өзінің бизнесін кеңейткісі келсе, жаңа цех қасында салу, өнімнің сапасы немесе көлемі арттыру. Бізде елімізде қаржы даму ұйымдары бар, одан кейін акиматтар бар, одан кейін орталық мемлекет органдары бар. Осындай жобаларды бірге байланысып, әрине кәсіпкерлікке кішкене оңай жұмыс істеуге болады. Сонымен біз қазір үшінші мақсатымыз, ол негізі қазіргі таңда ішкі инвесторлармен сөйлесу. Ішкі инвесторлар арналған ауан болу. Ол Атамекеннің жұмысы. Сіз осы палатаның төрағасы ретінде кәсіпкерлердің мүддесін қорғап шығамын деп уәде бересіз ғой? Әрине, бірақ мен тіке айтуым керек осы жерде, что қазіргі таңда мысалы кейбіреулер әрине орын алады, кейбіреулер орын алмайды. Себебі біз тек қана өзіміз шешім қабылдамаймыз ғой. Үкімет бар, келешекте құрылтай болады. Ол негізі бүкіл осы ұйымдармен әрине жұмыс жасауға біз дайынбыз. Ең бастысы уәде осындай беруге болады. Мен орындаймын, орындалмаймын, ол кім біледі? Себебі көп адам осы жұмыспен айналысады. Бірақ егерде біз осындай бизнесті, кәсіпкерлерді алаңдайтын мәселелерді көтерсек, оны әрине мен өзім жеке уәде беремін, әрине жеткіземін, түсіндіремін, айтамын. Қандай шешім одан кейін үкімет немесе құрылтай қабылдайды, ол басқа мәселе. Бірақ менде міндетім бар. Бизнестің алаңдайтын мәселелерді оларға жеткізу. Осындай уәде беруге болады. 2022 жылдан бастап Атамекен беделінен, ықпалынан айырылды деген пікір бар. Тек билікке рекомендация ғана беріп отырады. Сіздерді әкімдер де, министрлер де тыңдамайды дейді. Осындай абыройы кеткен ұйымды қалай басқарасыз? Яғни сіздің келуіңізбен ұлттық палатаның жұмысы бағыты өзгере ма? Стратегияңыз қандай, жоспарыңыз? Негізі адамның немесе ұйымның абыройы неден келеді? Жасаған жұмыстан, істеген істен келеді. Сараптамалық жұмыстан келеді. Егерде мына Атамекен жұмысшылары, мен өзім осындай сараптамалы, белсенді жұмыс істесе, әрине абыройдың келешекте келетінін анық қой. Сол абырой ол басқа адамдардың біздің жұмысымызға берген баға. Осы абырой. Осы абыройға жеткізу үшін ол бізден басталады. Жұмыс істеуіміз керек. Егерде біз кәсіпкерлердің мәселелері көмек көрсетіп, оны нақты нәтижелі жұмыспен дәлелдеп, әрине абырой келеді. Басқаша келмейді. Мен, мысалы, өзім қазіргі таңда бүкіл өңірлік палатамен сөйлесіп тұрмын, тіке. Өзім барам. Жергілікті атқарушы органдармен отырыстар өткіземіз. Себебі егерде біз өңірге бармаймыз, Атамекен негізі өңірден басталады.
кәсіпкерлер осы жерде, жергілікті адамдар жұмыс істейтін осы жерде. Сол қазіргі таңда Шымкент, Түркістан, Атырау мен Маңғыстау, Қызылорда мен Тараз аралап шықтық. Әр өңірде кәсіпкерлермен, жергілікті атқарушы органдармен кездесеміз. Себебі ең бастысы қазіргі таңда оларды не алаңдайтынын түсіну керек. Одан кейін бүкіл осы мәселелерді үкіметке және мемлекетке жеткізу. Осы жұмысты қолға алдық. Нәтижесі өзіңіз көріп тұрсыз, қазіргі таңда халықтың арасында сөз таратады. Атамекен Маңғыстауда 4 жыл бармаған жоқ. Бардық, тыңдадық халықты. Барған жоқ дегенде басшылық бармаған ба? Өкінішке қарай басшылық бармаған. Оны қазір біз түзетіп жүрміз. Әрине баруымыз керек. Атамекен өңірден басталады. Кейбір азаматтар осы палатаны мүлде таратып жіберу керек деген пікір айтады да, олар енді осы Атамекен биліктің қолшақ барына айналып кетті, барынан жоғы, пайдасынан зияны дегендей. Мен келіспеймін. Қазір мен білмеймін, осы жаңалықты көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба? Ассоциация, Қазақстанның инвесторлардың ассоциациясы қазір өткен аптада дүйсенбі күні келісім шартқа отырып, қазір таңда Атамекеннің мүшесі. Сол ірі бизнес Атамекенге қайтарып келді. Бірге жұмыс жасауға олар дайын. Бізді дайынбыз. Шағын және орта бизнесті қолдау көрсету үшін Атамекеннен басқа кім бар? Сонымен мен әрине келіспеймін. И қазіргі таңда осы әңгіме болды. Соңғы 4-5 апта, 2 айдың ішінде мен осындай жаңалықтарды уже көрмей жүрмін. Не себеппен? Себебі халық көреді ғой. Жұмыс істейміз. Бүкіл ассоциациямен, комитеттермен мен өзім кездесіп тұрмын. Ең басты осы жерде приоритизация жасау. Мысалы, бір нәрсені оны осы жерде түсіндірейін. Елімізде 2 түр адам бар. Атамекенге жақын. Біреуі белсенді кәсіпкер. Артында жұмыс орындары бар, нақты бизнес бар. Одан кейін кәсіпкерлікке жақын белсенділер бар. Олардың артында ешқандай бизнес жоқ. Халықты жұмыспен қамтамасыз етпейтін адамдар. Қазіргі таңда Атамекеннің басты мақсаты тек қана нақты кәсіпкерлермен сөйлесу. Белсенділер бар. Оларға социальный сети бар, YouTube бар, сөйлей берсін. Осы аланы тек қана нақты, осы аланда тек нақты кәсіпкерлермен сөйлесеміз. Соны осы айырмашылықты түсіну керек. Көбісі оны айтады. Бірақ олардың арасында нақты кәсіпкерлер бар ма, жоқ па, білмеймін. Оны тағы қарау керек. Бірақ айырмашылығы осы. Нақты белсенді кәсіпкерлер и кәсіпкерлікке жақын белсенділер. Жалпы көзқарас Атамекенге өзгеріп жатыр дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой? Қазір өзгертіп жатыр, әрине. Ең алдымен мына өңірлердің өңірлік кеңестің палатының мүшелері, олар қазіргі таңда айтады, наконец-то дейді, бізге мына Атамекеннің басшылары көңіл бөліп жатыр. Мен өзім барам, ешкімге тапсырмаймын, өзім кездесем. Халыққа жақын болу керек, одан кейін оларды тыңдау керек. Енді кәсіпкерлердің басты проблемасы кейде салықтан емес, инфрақұрылымда емес, олар үшін бас ауыру мәселе ол тексеріс, қысым.
Оны мойындайсыз ба? А, тексерістің саны көбейтіп жатқанын мойындау керек. Олардың мына қазіргі таңда тексерістің өзіңіз білесіз, екі түрі бар. Бірінші жоспар бойынша, екіншісі жоспардан тыс. Жоспардан тыс тексерулердің саны көбейтіп кетті. Оны мойындау керек. Қазіргі таңда осы бағытқа біз кейбіреулерді мына мемлекет органдар және мемлекет басшысына қарайтын агенттігіміз бар, Аспир деген. Сол олармен бірлесіп, қазіргі таңда реттеуші ортаны өзгерту үшін жұмыс қолға алдық. Себебі көбісі әрине себепсіз айтуға болмайды, да? Бірақ жоспардан тыс тексерулер болады, да? Одан кейін шағын орта бизнеске қысым жасайтын тексерулер болады. Оны әрине бізге қолға алуымыз керек, қарауымыз керек. Үлкен мәселе. Оны мойындаймыз. Осы мәселе шешу үшін келістік. Қазіргі таңда Аспирмен бірлесіп жұмысты жалғастыратын боламыз. Жергілікті билік, жергілікті атқарушы билік тарапынан айтқандарын тыңдамай қойса, ол кәсіпкерлікке қысым жасайды дейді. Ондай шағымдар болды ма? Жоқ. Осындай шағымдар болмайды. Мен тағы айтайын, қандай мәселелер көтереді? Инфрақұрылым тапшылығы көтереді. Айтады, бізге қазіргі таңда мына осы кәсіпорынды кеңейтуіміз керек, да, сұраныс бар, өзіміздің қаражатымыз бар, салуға инфрақұрылым жетпейді. Осындай сұрақтар көтереді. Рас. Одан кейін жер мәселесі көтереді, да, жердің тапшылығы бар. Осы мәселені шешу керек. Одан кейін қаржы мәселелер көтереді. Себебі қазіргі таңда бизнесті қаржыландыру оңай емес. Оны көтереді. Егерде мен өзім кәсіпкерлермен кездесемін, одан кейін кәсіпорындарын аралап шығамын. Қатты қысылым жасайтынын мысалдар жоқ. Бірақ егерде болса, оларды бізге жеткізуіміз керек, мен өзім жеке бақылауда оны аламын. Жерімді тартып алды, бизнесімді тартып алды дегенде президентке үндеу жасап жатады. Ондай мәселелерді сіздер қарайсыздар ма? Әрине қарастырамыз. Әрине. Мына ірі бизнеспен билік өкілдері, органдар арасындағы бір байланыс, бір бизнестегі бір бәсекені кедергі жасайды деп ойламайсыз ба? Шын айтқанда, Құдайға шүкір, бізде мемлекетіміз әртүрлі оны қарайтын органдары бар. Монополияға қарсы екі түрі мемлекеттік органдары бар. Біреуі комитет регулирования табиғи монополиядан реттейтін комитеті бар. Ол негізі экономика министрлігіне жататын ұйым. Одан кейін бізде АЗРК бар. Бәсекелесті арттыру үшін арнайы агенттігі бар. Әрине осы екі ұйым арқылы бәрі тексеруге болады. Заң бойынша олардың тексеруге, егерде монополия болса, тексеруге құқы бар. Одан кейін әрине бізге не керек? Атамекенге мысалда осындай, егерде осындай мысалдар болса, біз осындай мысалдарды тез жеткіземіз. Одан кейін мемлекет органдар өзінің шешім қабылдап, осы мәселені әрине шешуге тырысады. Бірақ ең бастысы, монополия деген ол немен жаман? Ең бастысы сапасы түседі, бағасы өседі. Нарықта керісінше. Қай өнім алсаңыз, ол тек қана немен бәсекелейді? Бағамен, сапасымен. Екі қана нәрсе бар. Сонымен әрине нарық жағынан монополия қолдауға болмайды. Ашық нарық монополиядан әрине жақсы.
Сіз енді аймақтарды аралап келдім деп отырсыз ғой. Әкімдермен, кәсіпкерлермен кездестіңіз. Осы жерде бір сұрап кетейінші. Бір өзіңіз барған, назарыңызға ілінген өндірістер, зауыттар болды ма? Бір жарнама болсын. Оларға атын атап, түсін түстеп кетсеңіз. Өткенде де үкімет отырысында үкімет басшысы Олжас Бектенов те тәп-тәтті деген бір кондитерлік өнімдер шығаратын өндіріс орнында жарнамалап кетті ғой. Мақтап Жақсы. кетті. Тада бір мысал келтірейін сізге. Біз жұма күні неде? Таразда болдық. И сол кезде бізде кішігірім көрме болды. И осы көрмеде қатысқан бір отбасы бытовая химия өндірушілер. Шампунь, басқа, мына ыдысты жуатын, бәрін өзін өндіреді. Мен сұрандым, өндіретінің көлемі қанша? Олар бізге айтады, 10 тонна. Мен сенбедім. 10 тонна ол кіші емес, шағын емес. Барайық, көрейік. И аяқ астынан бардық. Бағдарламада болмаған. Просто өзім дәл сол кезде шешім қабылдап бардық, барамыз дедім. Бардық. Егерде сіз оларға кішкене жарнама жасасаңыз, видеоды жеткіземіз. Рано деген компаниясы бар, Рано комфорт сервис. Елімізде қазіргі таңда 60-тан астам дүкендер бар. Өзімнің өнімді сататын. Өте олар экология жағынан жақсы, бағасы жағынан өте тиімді дейді. Астанада да 2 дүкен бар. Бірақ ол шын айтқанда нақты кәсіпкердің белсендігінің дәлелі осы. Қазіргі таңда орта кәсіпорын басында кір сабын өндіретін мынандай осы бөлме сияқты цех болды. Қазіргі таңда 50 адам жұмыс істейді. Бүкіл Қазақстанда сатады. Тамаша. И бұрын соңды ешқандай мемлекеттен тек жаңа қазіргі таңда инфрақұрылым бәрі бар, да? И осы кәсіпорынды кеңейту үшін тағы оларға электр қуат керек, ток керек. Оны қазір осы мәселемен көмектесіп жатырмыз, бірақ ең бастысы жай ғана 2 адам осындай бизнес кішігірім цехтан бастап қазіргі таңда бүкіл Қазақстан қамтамасыз етеді. Мына бытовая химиямен. Өте қызық. Бәрекелді. Не айтқым келеді осы жерде, да? Шын айтқанда, не істесек, мемлекет, үкімет не істесе, егерде осындай белсенді адамдар болмаса, ешқандай кәсіпкерлігінің белсендігі болмаса, ешқандай экономика дамытпайды. Ол бәрінің негізісі адам. Тәуекелге баратын адам, жұмыс істейтін адам, азық-түлікпен қамтамасыз ететін кәсіпкер. Жүк тасымалдайтын бәрі кәсіпкер ғой. Соны осы кісілерді қолдауымыз керек. И не үшін осындай мысал келтіріп тұрмын, себебі олар мынандай кішігірім цехтан бастады. Қазір орта бизнес. Нағыз өнім өндіріп отырған өндірістерді қолдау керек. Қолдау керек, әрине. Одан кейін белсенді кәсіпкерлерді қолдауымыз керек. Сіз өзіңізді адал адаммын деп ойлайсыз ба? Ол өзіме баға беретін қаншалықты дұрыс деп ойлаймын. Мен әрине айта алмаймын. Бірақ мен басына сізге айтым. Әр нәрсенің ең жақсы таразы уақыт. Уақыт оны әрине көрсетеді. Бірақ менің өзім пікірімше, егерде кішігірім де болса, үлкен де болса да, адам жасаған ысы халыққа, кәсіпкерлікке, кәсіпкерлік қауымдастығына бір даже кішігірім пайдасы алып келсе,
ол менің пікірімше адал істеген жұмыс. Әрине, осы жұмысты жасау үшін тырысу керек, ең бастысы. И ниет болу керек. Ниеттің біреуінің, мен осы жұмысты кәсіпкерлер үшін, өзімнің еліміздің өңдеу өнеркәсібі үшін, құрылысшылар, сауда, басқа салаларды бар да. Соны олардың егерде кішігірім де пайдасы болса, ол жақсы жұмысы болады деп сенемін. Енді мына қызмет бабында отбасымның алдында, халықтың алдында ұялмайтындай адал қызмет атқарып жүрмін деп ойлайсыз ба? Әрине. Мен осы жерде мысал келтірейін. Әр адамның өзінің екі есебі бар. Бірінші сыртқы есебі. Мені қалай халық бағалайды. Көбісі оны ойлайды. Иә. Менің өзімнің ішкі есебім бар. Ішкі есебінде ең жоғарыда не тұр білесіз ба? Не тұр? Су тасқыннан кейін көтерілген үйлер тұр. Бүкіл Қазақстанда сол кезде шамамен 3.000 үй тұрғыздық. Мен бүкіл Қазақстанды аралап шықтым сол кезде. Баспанасы қалған адамдардың үйлер бәріміз өзіміз, мен құрылыс министрі сол кездемін ғой. Иә. Батыс Қазақстан, Қостанай, Атырау, Петропавловск, Ақтөбеде. Бүкіл өңірде мен өзім болдым. Осы жазда бір ай үйде болмадым. И қараңыз, 2 жыл өтті. Социальные сети, TikTok'та да тып-тыныш осы үйлердің сапасына ешқандай сын жоқ. Не үшін сын ауытылмайды? Себебі мен бәрін өзім қарадым. Сол кезде әрине бүкіл үкімет жұмыс жасады. Бірақ өңірлерде мен өзім бардым. Ақтөбеден Қобда, Ойылға бастап, одан кейін Батыс Қазақстан облысында Қаратөбеден бастап Оралға дейін. Бәрі өзім аралап шықтым. Ақмола облысы. Әр ауылда өзім болдым. Мынау ішкі есебінде ең жоғары осы тұр. Жасаған жұмысым бар, аз емес. Бірақ ең маңызды мен үшін осы. Сонымен оны қандай адаммын, адам емеспін, халық өзін бағалайсын. Мен оны айта алмаймын. Бірақ өзімнің есебімде іспен дәлелдеу керек. Іспен дәлелдеу керек, біріншіден. Одан кейін жасаған жұмысы әлі тұр. 3.000 үй. Совет үкіметте де осындай үлкен жоба болмаған жоқ. Ауылда, кез келген жерде. Ең алыс Оралдан 270 километрдай ауыл. Қоржын деген аты. Оған да бардыңыз ба? 90 үй осы жерде тұрғыздық. 90 үй, айдалада. Бүкіл Қазақстанда осындай болды. Мен Шалқардан шығып, Ырғызға дейін өзім жүрдім. Ырғыздан кейін Нұра деген ауыл бар, осы жерге бардым. Сонымен менің өзімнің ішкі есебімде осындай жасаған жұмыстар. Басқалар да бар, әрине. Елімізге тартқан инвесторлар бар, елден шығарған инвесторлар бар. Бірақ ең маңызды өзіме осы. Рахмет. Сізге рахмет. Қадірлі біздің көрермен, сұхбатымыз осымен тәмам. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.